Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода ағылшын тілінде бір қысқа мәтінді талдап көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз, сонымен қатар каналға тіркеліп, видеоларға лайк басуды ұмытпаңыз. Бүгінгі айтылатын мәтіннің ішінде ағылшын тіліндегі ең көп кездесетін грамматикалық тақырыптар қамтылған, сондықтан да әрбір айтылатын мәліметтерді мұқият зер салып тыңдаңыз. Ал ендеше мәтінмен таныс болайық. Postcards always spoil my holidays. Last summer, I went to Italy. I visited museums and sat in public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Then he lent me a book. I read a few lines, but I did not understand a word. Every day I thought about postcards. My holidays passed quickly, but I did not send cards to my friends. On the last day, I made a big decision. I got up early and bought 37 cards. I spent the whole day in my room, but I did not write a single card. Мәтінмен таныс болдық деп ойлаймын. Мәтінде айтылған алғашқы сөйлем Last summer I went to Italy. Алғашқы сөз last summer. Бұл сөз өткен жаз деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл сөйлем өткен шақта тұр. Келесі I went to Italy. Went деген сөз бару деген мағынаны білдіреді. Яғни ағылшын тілінде етістіктердің 3 формасы болады. Бұл да сонда етістіктердің бірі, яғни go, went, gone. Бұл 3 етістік бару деген мағынаны білдіреді. Егер де етістік екінші формада тұрса, бұл сөйлем өткен шақ болып табылады. Содан кейінгі сөз to Italy. To Italy дегеніміз бұл Италияға деген мағынаны білдіреді. To демеулігі ға, ге, қа, ке деген жалғауды білдіреді. Келесі сөйлеммен таныс болайық. I visited museums and sat in public gardens. Бұл жердегі I visited, яғни visit деген сөз бұл қыдыру, аралау деген мағыналарды білдіреді. Егер де өткен шақ формасын ауыстыратын болсақ, бұл дұрыс етістік болғандықтан иде жалғауын жалғаймыз. Яғни visit, visited. Келесі museums, яғни музей, мұражай деген мағынаны білдіреді. Егер де s жалғауын жалғайтын болсақ, мұражайлар деген мағынаны білдіреді. And және деген шылауды білдіреді. Содан соң sat, sit, sat, sat. Отыру деген мағынаны білдіреді. 3 формасы бар, яғни бұл бұрыс етістік. Екінші формада тұрғандықтан бұл сөйлем өткен шақта тұр. Келесі демеулік in, ішінде деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз public. Public деген бұл қоғамдық деген мағынаны білдіретін сын есім сөз табына жататын сөз. Келесі сөз garden. Garden дегеніміз бау-бақша деген мағынаны білдіреді. Егер де бұл сөзге s деген жалғауды жалғайтын болсақ, көпше мағынаны білдіретін сөз шығады, яғни бақшалар деген мағынаны білдіреді. Ал ендеше сөйлемді толықтай аударып көрейік. Мен мұражайларды араладым және қоғамдық бақтарда отырдым деген мағынаны білдіреді. Келесі сөйлеммен таныс болайық. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Алғашқы сөз friendly, яғни бұл сөз мейірімді деген мағынаны білдіреді. Содан соң waiter, даяшы деген мағынаны білдіреді. A friendly waiter, мейірімді даяшы. Деген артикль ағылшын тілінде саналатын және де дауыссыз дыбыстан басталған сөздердің алдында қолданылады. Келесі сөз taught. Taught деген бұл үйрету деген мағынаны білдіреді. Бұл бұрыс етістік, сондықтан да бұл етістіктің 3 формасы болады. Teach, taught, taught. Яғни бұл жерде бұл етістік екінші формада тұр, сондықтан да бұл сөйлем өткен шақ болып табылады. Келесі сөз me. Me деген сөз маған және де мені деген мағынаны білдіреді. Сондықтан да ағылшын тіліндегі сөйлемдерді қазақ тіліне аударған кезде сөйлемнің мағынасына зер салып қарауымыз керек. Келесі сөз a few.
A few деген бұл біраз, бірнеше деген мағынаны білдіреді. Wet деген бұл сөз деген мағынаны білдіреді. Егер де s деген жалғауды жалғайтын болсақ, бұл сөздер деген көпше мағынаны білдіретін сөз болып табылады. Келесі, of деген демеулік бұл ның, ның, дың, дың, тың, тың деген жалғауларды білдіреді. Яғни ілік септігінің жалғауларын білдіреді. Келесі сөз Italian. Бұл итальянша деген мағынаны білдіреді. Бұл жерден байқайтынымыз, ағылшын тілінде тілдердің атаулары бас әріппен жазылады. Яғни Russian, қазақ деген секілді тіл атаулары бас әріппен жазылады. Яғни of Italian, итальяншаның деп айталмаймыз, сондықтан да бұл сөйлемді толықтай аударатын болсақ, мейірімді даяшы маған итальянша біраз сөз үйретті деген мағынаны білдіреді. Келесі сөйлем Then he lent me a book. Then дегеніміз содан соң, сосын, одан кейін деген мағыналарды білдіреді. He дегеніміз ұлға байланысты ол деп айтылатын сөз. Lent деген негізінен қарызға беру деген мағынаны білдіреді. Бұл етістік бұрыс етістік, сондықтан да бұл етістіктің 3 формасы бар. Lend, lent, lent. Яғни қарызға беру деген мағынаны білдіреді. Me деген сөзді жаңа айтып өттім, маған мені деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз a book. Бұл сөзді барлығыңыз білетін шығарсыздар. Бұл кітап деген мағынаны білдіреді. Ал енді сөйлемді толықтай аударатын болсақ, Then he lent me a book. Содан соң ол маған кітап берді деген мағынаны білдіреді. Келесі сөйлем I read a few lines, but I didn't understand a word. Бұл жерде бірінші сөз read. Read деген бұл оқу деген мағынаны білдіреді. Бұл бұрыс етістік, сондықтан да бұл етістіктің 3 формасы болады. 3 формасы да бірдей, бірақ оқылуында айырмашылық болады. Бірінші формасы read, екінші формасы read, үшінші формасы read болып оқылады. Келесі сөз a few сөзін жаңа айтып өттім, бірнеше деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз lines. Lines дегеніміз жолдар деген мағынаны білдіреді. Line жол, lines жолдар деген көпше мағынаны білдіреді. Келесі сөз but. But деген бірақ деген мағынаны білдіреді. Келесі didn't. Didn't дегеніміз бұл өткен шақ формасының көмекші етістігі болып табылады. Келесі сөз understand. Understand дегеніміз түсіну деген мағынаны білдіреді. Бұл етістік бұрыс етістік, сондықтан да бұл етістіктің 3 формасы болады. Бірінші формасы understand, екінші формасы understood, үшінші формасы understood. Келесі сөз await. Бұл сөзді жаңа айтып өттім, бұл сөз деген мағынаны білдіреді. Ал енді сөйлемді толықтай қазақ тіліне аударып көрейік. Мен біраз жолдарды оқыдым, бірақ сөзді түсінбедім деген мағынаны білдіреді. Келесі айтылатын сөйлем Every day I thought about postcards. Every day деген сөз әр күні деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз thought. Thought дегеніміз ойлау деген мағынаны білдіреді. Бұл етістік бұрыс етістік, сондықтан да бұл етістіктің 3 формасы болады. Бірінші формасы think, екінші және үшінші формасы thought болып айтылады. Келесі сөз about. About деген сөздің негізінен 2 мағынасы бар. Бірінші мағынасы туралы. Келесі сөз postcards. Жаңа айтып өттім, бұл сөз ашық хаттар деген мағынаны білдіреді. Ал енді сөйлемді толықтай қазақ тіліне аударып көрейік. Әр күні мен ашық хаттар туралы ойладым деген мағынаны білдіреді. Келесі айтылатын сөйлем My holidays passed quickly, but I didn't send cards to my friends. Бірінші сөйлем my. Бұл сөз менің деген мағынаны білдіреді. Келесі holiday. Демалыс деген мағынаны білдіреді. Егерде s жалғауын жалғайтын болсақ, демалыстар деген мағынаны білдіреді. My holidays. Менің демалыстарым деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз passed. Негізінен бұл сөздің түбірі pass. Бұл сөйлем өткен шақта тұр, сондықтан да ed жалғауын жалғаймыз. Pass деген сөз өту деген мағынаны білдіреді. Егерде ed жалғауын жалғайтын болсақ, өтті деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз quickly. Негізінен бұл сөздің түбірі quick.
сын есім сөз табына жатады, ал егерде ly деген жалғауды жалғайтын болсақ, үстеу сөз табына өзгеріп кетеді. Quickly, тез, жылдам деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз but, жаңа айтып өттім, бірақ деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз didn't, бұл өткен шақтың көмекші етістігі болып табылады. Келесі сөз sent, бұл сөздің негізінен өте көп мағынасы бар, бірақ ең көп қолданылатын мағынасы жіберу. Бұл сөз бұрыс етістік, сондықтан да үш формасы болады. Бірінші формасы send, екінші формасы sent, үшінші формасы sent болып оқылады. Келесі сөз cards, хаттар деген мағынаны білдіріп тұр. Келесі демеулік to, ға-ге, қа-ке деген жалғауларды білдіреді. Бұны жаңа айтып өттім. Келесі my friends, менің достарым деп аударылады. Ал енді сөйлемді толықтай қазақ тіліне аударып көрейік. Менің демалыстарым жылдам өтті, бірақ мен достарыма хаттарды жіберген жоқпын деген мағынаны білдіреді. Келесі айтылатын сөйлем on the last day I made a big decision. On the last day деген сөз соңғы күні деген мағынаны білдіреді. Келесі етістік made. Made деген сөз жасау деген мағынаны білдіреді. Бұл етістік бұрыс етістік, сондықтан да үш формасы болады. Бірінші формасы make, екінші формасы made, үшінші формасы made болып айтылады. Келесі сөз big. Big дегеніміз үлкен деген мағынаны білдіретін сын есім сөз табына жататын сөз. Келесі сөз decision. Шешім деген мағынаны білдіреді. Негізінен бұл сөз етістік сөз табынан шыққан, decide деген етістіктен шыққан, шешім қабылдау деген мағынаны білдіреді. Сөйлемде зат есімнің қосымша жұрнағы жалғанып тұр, сондықтан да зат есім қызметін атқарады. Ал енді сөйлемді толықтай қазақ тіліне аударып көрейік. Соңғы күні мен үлкен шешім жасадым, яғни үлкен шешім қабылдадым деген мағынаны білдіреді. Келесі сөйлем I got up early and bought 37 cards. Бірінші сөйлем got up. Got up деген сөз негізінен фразалық етістік тұру деген мағынаны білдіреді. Негізінен get деген сөз бұрыс етістік, сондықтан да бұл етістіктің үш формасы болады. Бірінші формасы get, екінші және үшінші формасы got болып айтылады. Келесі сөз early. Early дегеніміз бұл ерте деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз bought. Bought деген сөз бұл сатып алу деген мағынаны білдіреді. Негізінен үш формасы болады. Бірінші формасы buy, екінші формасы bought, үшінші формасы bought болып айтылады. Buy сатып алу, bought сатып алды деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз 37. Бұл сан есім сөз табына жататын сөз 38 деген санды білдіреді. Келесі сөз cards, жаңа айтып өттім, хаттар деген мағынаны білдіреді. Ал енді сөйлемді толықтай қазақ тіліне аударып көрейік. Мен ерте тұрдым және 38 хат сатып алдым деген мағынаны білдіреді. Келесі айтылатын соңғы сөйлем I spent the whole day in my room, but I didn't write a single card. Бірінші сөз spent, жұмсау деген мағынаны білдіретін етістік сөз табына жататын сөз, бұрыс етістік, сондықтан да үш формасы болады. Бірінші формасы spend, екінші формасы spent, үшінші формасы spent болып айтылады. Келесі сөз whole. Whole деген бүкіл, бүтін деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз day, күн деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз in my room, менің бөлмемде деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз but, жаңа айтып өттім, бірақ деген мағынаны білдіреді. Didn't деген өткен шақ формасының көмекші етістігі болып табылады. Келесі сөз write. Бұл сөз бұрыс етістік, сондықтан да үш формасы болады. Бірінші формасы write, екінші формасы wrote, үшінші формасы written болып айтылады. Жазу деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз single. Бұл сөз жалғыз, бойдақ, біреу деген мағынаны білдіреді. Келесі сөз cut. Жаңа айтып өттім, хат деген мағынаны білдіреді. Ал енді сөйлемді толықтай қазақ тіліне аударып көрейік. Мен бүкіл күнімді бөлмемде жұмсадым,
бірақ бір хат жазбадым деген мағынаны білдіреді. Міне достар, бүгінге айтарым осы. Сіздерге бүгінгі тақырып және бүгінгі видео ұнады деген ойдамын. Егерде менің видеоларым ұнаса, каналға тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Сол кезде менің видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз. Ал қазірше сау болыңыздар.